Pixart ашамыз, выбрать холст. 1024 аламыз, себебі Instagram форматына қарай қосасыз. Формат. Мұнда слойдарды ашамыз, не көрсетем. Міне осы екі слой бар. Осы бір слойында, бірінші слойында біз стикер қоямыз. Яғни рамкамыз. Рамканы әртүрлі поиспен басып, жазып табуға болады. Синяя, мне круглая деп өзіңіз жазасыз, орысша. Олар шыға береді. Әртүрлі мне таңдауға болады. Әртүрлі көптеген рамкалар бар. Мысал біз мына өзім суретіме қазір мен көк тапқым келеді. Біреуін таңдаймын. Мына слойды жабайын. Бұрышына қойып алып, шетінен тартамын үлкейтіп. Керек болса, мына жерде стрелка бар мне. Көрдіңіз бе? Осылай бұрауға болады. Бір жаққа қарай, және осы центрға қарай орналастырыңыз. Енді слойға басамыз. Тағы да бір жаңа слой ашамыз. Ол үшін сол жақтан мне плюсик басып, пустой слой деп бастық. Енді астынан плюс фото қоямыз. Міне біз алдық фотомызды. Квадрат ретінде бұлай жасап алдық. Квадратқа бастым. Мынаған үстіне басамыз, жабылсын. Слой панелі. Енді мынаны үлкейтіп аламыз. Шетінен тартып. Бұлай рамканың сыртынан шығатындай болатындай керек. 3D аватарка болу үшін. Бұлай қойдық. Енді слойға басамыз да. Міне мынау осы картинканың үстінде болсын. Выделены, яғни біз оны таңдадық та. Өшіргішті аламыз. Өшіргішті алып, өшіреміз. Мына жерде өшіргіштің размерлерінде таңдауға болады. Үлкейтіп, көбейтіп дегендей прозрачность. Бірақ прозрачность бізге керегі жоқ, көп размерін. Қазір бірінші үлкен алайық. Содан кейін өшіргішті кішірейтіп, детальдарды кішкентай ластикпен өшіруге болады. Міне осылай ақырындап, бірақ сіз аккуратно жасайсыз. Менде сізге көрсету үшін жасалған сабақ. Мен кішкене қателіктер жасау мүмкін. Сіз оны дұрыс жасайсыз. Әдемі етіп жасайсыз. Мына жерде үлкейтеміз. Ұстап тұрып өшіреміз. Мына жерде тағы да өшіргістің размерін кішірейтіп, ақырындап, әдемі жайлап өшіреміз. Не былай. Өшірімізді көбейтейік кішкене. Назад стрелканы басып, қайтадан орнына кетеді. Қателік жасап қойсаңыз. Міне қайтадан қате жасаладым. Сол үшін қайтадан артына кеттім. Тағы қате жасап қойдым. Ал енді дайын. Бұл біздің 3D аватарымыз.